Сәлем достар, айт мерекесі құтты болсын. Бүгін сіздермен қазіргі таңда сұранысқа өте ие қуырылған тұшпаралардың рецептімен бөлісемін. Бұл рецепт бойынша қамыр сүттен жасалады және оған ешқандай жұмыртқа, ашытқы немесе қопсытқыштың қажеті жоқ. Және бір видеода 3 түрлі салманың өте тойымды және тәтті салманың рецептімен бөлісетін боламыз. Яғни 3 түрлі қуырылмалы тұшпара жасаймыз. Алдымен картошканы тазалап жуып, жіңішкелеп турап, суық суға тұздап салып пісіріп аламыз. Біз пюре жасауымыз керек. Және пиязды ұсақтап тураймыз. Аз мөлшерде сұйық майда тұз салып, қара бұрыш салып пісіріп аламыз. Толықтай пісуі керек пиязымыз. Сол тавада пияздың жартысын салып, сұйық майда қуырамыз, тартылған етпен бірге. Тұз салып, қара бұрыш саламыз дәміне қарай. Және бізде қуыру барысында тартылған еттің, пияздың шырыны шығады. Сол шырынды буға айналып кеткенше қуырамыз. Енді картошкамыз піскенше қамыр жасап аламыз. Бөлме температурасындағы сүтке тұз салып, сұйық май құйып араластырамыз. Көптеген кісілер ұнды өлшемей салады, сол үшін 2-3 бөлікке бөліп, қамырымыз жұмсақ болғанша сала отырып, илеп аламыз. Сүтпен сұйық майдан жасалған қамырдың текстурасы ерекше, жұмсақ, нәзік болып шығады. Енді бұл дайын болған қамырымызды 20 минутқа демалдыруға алып қоямыз. Бетін жабамыз міндетті түрде. Енді осы арада біздің картошкамыз да пісіп шықты. Оны пюре қылып езіп алып, 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне қуырылған пиязды салып, тұзбен араластырамыз. Екінші бөлігіне қуырылған, тартылған етпен пиязды салып, араластырамыз. Демалып шыққан қамырды 3 бөлікке бөліп, домалақтап илеп қоямыз. Қамырдың бір бөлігін ұнды аздап себе отырып, қатты жұқа қылмай жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін қарапайым тұшпараға арналған қамыр сияқтандырып кесеміз. Қамырымыз жұқа және нәзік болғандықтан желденіп құрғап қалмасы үшін жылдам жұмыс жасау керек болады. Ішіне картошкадан салынған салманы салып, 2-ге бүктеп жапсырып, түйеміз тұшпараны. Мінеге барлығын түйіп болды. Енді оны орта отта қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Және бұлардың аралары ашық болу керек. Бір-бірден салыңыздар, сол кезде шашырап әдемі болып пісіп шығады. 2 бетінде қызартып қуырып пісіріп аламыз. Бұл бізде шамамен 3-4 минут аралықтағы уақытты алады. Қатты қызартпай, алтын түстес болған кезде аламыз. Қараңыздар, осылай әдемі болып қытырлақ және қамыры қатып қалмайтын, жұмсақ болып ауызда еритін қуырылған тұшпараларымыз пісіп шығады. Өте әдемі болып көрінеді. Енді екінші қамырымызды жайып аламыз. Тым жұқа қылмай, оны да солай жайып аламыз. Қамырды осылай домалақ қылып, барлығын кесіп аламыз. Бұл қамырға тартылған етпен картошкадан жасалған салманы саламыз. 2 шетін жапсырып, видеода көрсетілгендей қайырамыз. 2 шетін жапсырып қоямыз. Домалақ тұшпараны түйгендей етіп түйіледі. Видеодағындай етіп түйетін болсаңыздар, дастарханыңыздың көркін ашып, тәбетті ашып тұратын өте әдемі тұшпара болып шығады. 2 шетін қуырған кезде ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап жапсырамыз. Егер сіздің қамырыңыз құрғап кетіп, 2 шеті жабыспай жатқан болса, суды алып, азыздан тегізіп жапсырсаңыз болады.
Барлығын осылайша бөгіп алдық. Достар, видеода тек қана бір бөлігі ғана көрінген. Осы қамырдан осындай 2 есеге көп тұшпаралар шығады. Бұны қызып тұрған орта оттағы майда 2 бетін ауыстыра отырып, алтын түстес болғанша пісіріп аламыз. Достар, қуырған кезде шет-шеттері қалың болып қалады немесе піспей қалады деп қорықпаңыздар. 100%-ға пісіп шығады және ауызда еритін өте дәмді тұшпара болып шығады. Менің арнамнан осы тұшпараның қасына қоюға ұйғыр самсасының және қытырлап қатпар-қатпар болып пісетін қаттаманың және дрожсыз пісетін шелбектің рецептісін таба аласыздар. Оны описаниеге жазып қалдыратын боламын. Енді үшінші бөлігіміз қалды бізде. Үшінші бөлікті мейізбен және грек жаңғағымен жасаймын. Бұл салманы үлкен кісілер әсіресе өте жақсы көреді және шай ішкенге күшті кететін салма бұл. Өте дәмді болып, жаңғақпен мейіздің қосындысы керемет бір ерекше дәм беріп тұрады. Грек жаңғағының 4-тен 1 бөлігін және 2 дана мейізден салдым. Менде мейіз өте тәтті болғандықтан аздау салдым. Сіздің өзіңіздің қалауыңызға қарай көп салсаңыз болады, бірақ қамырды түйу барысында жыртылып кетпеу керек қамырымыз. Қызып тұрған орта оттағы майда араларын ашып-ашып, бір-біріне жапсырмай әдемілеп пісіріп аламыз. Тұшпараларды алтын түстес етіп қуырып алдық. Енді қалауыңызға қарай ыстық болып тұрған кезінде қант ұнтағын сепсеңіздер болады, немесе қойытылған сүтті құюға болады. Ол кезде десертке ұқсап тәтті болып тұрады. Мінекей достар, 3 түрлі салмамен жақсы желінетін қазіргі таңдағы дастарханның көркі болып жүрген қуырылған тұшпаралардың рецептісімен бөлістім сіздермен. Дәл осылай жасап көріңіздер және сіздердің қонақтарыңыздың, отбасыңыздағылар барлығына ұнайтынына мен сенімдімін. Және осы рецептпен жасап көретін болсаңыз, комментарияға өз ойыңызды қалдыруды ұмытпаңыз. Менің каналыма жазылып, каналымды қолдауды дамытуға әрі қарай үлесіңізді қосып кетіңіз.